Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Бірінші байлық денсаулық. Бүгінгі денсаулық сақтау күніне орай Тұран университетінде арнайы іс-шара өткізілуде. Іс-шараның мақсаты адам өмірінде денсаулықтың мәні қаншалықты зор екендігін түсініп, оны жақсарта түсу. Учеба и спорт, они хорошо сочетаются. И ребята, которые сегодня имеют хорошие показатели в спорте, имеют хорошие показатели в учебе. В жизни это вам пригодится. Не обязательно потом стать профессиональным спортсменом. Қазақ айтады, бірінші байлық денсаулық. Осы денсаулық мықты болсын. Университет ректоры Рахман Алшанұлы студенттерге арнайы марапаттау қағаздарын табыстап, шараның шымылдығын ашып берді. Студенттердің денесін шыңдап, күш-қуатын нығайту мақсатында жаттығулар жасады. Қатысушылар арасында сау болу сәнді ұранымен эстафеталық ойындар жүргізілді. Жанкүйерлер клубы өнер көрсетіп, көпшілікті тәнті етті. Университет пен колледж студенттерінің қатысуымен өткен ауқымды шара көпшіліктің көңілінен шықты. Сегодня в университете Туран, как и во всем мире, отмечается День здоровья в рамках чествования призеров и чемпионов универсиады Республики Казахстан. Ну, в этом году наши спортсмены, студенты очень удачно выступили на 10-й летней универсиаде. Наша футбольная сборная стала чемпионом универсиады. Ирина Архипова, трехкратной чемпионкой стала по плаванию. Затем у нас Еркебулан Шыңғысхан Еркинбеков стал чемпионом по каратэ-до. У нас есть баскетбольная сборная команда, которая стала серебряным призером универсиады. И Хусаинова Ляйля стала бронзовым призером универсиады по боксу. Мне кажется, наш университет сделал определенные шаги в развитии спорта. Потому что я думаю, что спорт он нужен очень для развития, для дальнейшего самообразования наших студентов. В этом плане, конечно, хочется выразить огромную благодарность руководству университета, которое поддерживает и развивает спорт. Потому что, мне кажется, спорт – это движущая сила. Жалпы бүгінгі шара өте қатты ұнады. Себебі бұл ең біріншіден студенттер арасындағы денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Яғни жақсы настрой алу арқылы олардың спортқа шұғылдану деген көзқарастар қалыптасады, және де оның әсері артады деп ойлаймын. Және де жаңағыда өтіп өткен мысалға билету әдістерінің барлығы осы спортқа деген көзқарасымызды жақсартады, және де бұндай шаралар көп болса деген ойдамын. Капитан команды. Универсиаданың чемпионы болу керемет. Яғни біз Туранның футбол құрамасымен 2019 жылы өткен 10 жазғы универсиаданың чемпионы атандық, бірінші орын жүлдегер атандық. Бізге көптеген жүлделер берілді, және алтыннан алқа тағылды, және көптеген мәртебе болды бізге. Яғни Туранның атын бүкіл Қазақстанға әйгілі етіп, универсиаданың жеңімпазы болу деген біз үшін үлкен мәртебе. Салауатты өмір салтын сақтау, дені сау, рухы биік, жас ұрпақты тәрбиелеу бүгінгі күннің басты мақсаты. Дені саудың жаны сау демекші, әрбір адам өз денсаулығын сақтап күтуге міндетті екендігін естен шығармайық. Сіздермен болған Арайлы Мәрпай, Әсел Зейнуллина, көріскенше күн жақсы.